жасап жатқан шаруасы. Біз осыны жасағанымыз тек қана кітапта келіп сыйлап кету емес, осында әлі талайда шаралар өтеді. Біз әлі қазақтың жазушыларын осында алып келуіміз керек, қырғыздың жазушыларын бізге апаруымыз керек, оны таныстыруымыз керек, киношыларын, басқа да өнер майталмандарын бәрін апаруымыз керек. Өйткені бүгінгі күніміз ертең тарих болып қалады. Ертеңгі күнге қызмет етеді бүгінгі күніміз егер жақсы өткізсе. Сондықтан да мен сіздерге мынау алдымен сіздерге қарыздармыз. Осында отырған мен аға ақсақалдарға рахмет айтқым келеді. Өйткені сіздер жасаған жұмыс өте сонда қиын заманда жасадыңыздар, сол үшін біз сіздерге рахмет айтуымыз керек. Ол Алла разы болсын. Енді мынау тағы бір айтып кететін мәселе, елбасының бізде бүйтіп айтқан сөзі бар. Культура и традиции, генетический код нации деген. Ол кодтан айнып қалса, адасып қалса, ол елдің болашағы болмайды. Сондықтан да біз қазір өзіміздің орнымызды тапқанымыз бір бөлек. Біз өзіміздің орнымызды басқа әлемге танытуымыз керек. Сол үшін музейлер құрып жатыр. Сол үшін біз басқа шет елге шығып жатырмыз. Ал енді соңғы жылдары қазір мына кітап саласы, шет тілге аудару, оны басқа тілдерге, ол күн тәртібінде тұр. Біздің Қазақстанда бұл мәселеге де көңіл бөліп жатыр. Біз болашақта жаңағы мәселен тек қана ағылшын тіліне емес, басқа француз тіліне емес, қырғыз тіліне де аударуды қолға алуымыз керек. Оның бәрін жоспарлы түрде жүргізетін болсақ, сонда біздің елдер жақын болады. Біздің елдердің тек біз өткен заманмен мақтана беруге болмайды. Қазіргі заманда біз не істедік, не істейміз, сонымен де мақтанатын кез келді қазір. 25 жыл деген аз уақыт емес. 25 жыл, енді 25 жыл деген екі мүшел жас қой, сіздерде де мүшел жас дейтін шығар. Ол мүшелімізді баяғыда өзі айтқан екен. Мынау Абай жолы туралы айтқан екен, осы Абай жолының мүшелін Құдай 100 жылдан қайырсын деп. Ол да тілек болған ғой. Сондықтан да біздің мынау тәуелсіздігіміздің мейрамын 25 жыл емес 100 жылдан қайырсын, одан да көп болсын, мәңгі болсын деп біз мәңгілік ел деген ұлттық идеяны көтерді елбасымыз. Ол мәңгілік ел деген, мәңгілік еш нәрсе болмайды. Мәңгілік ел деген тек қана алға қозғалу, еңбек ету және соны әлемге таныту. Сондықтан да біз осы жасап жатқан шаруалар, мынау кітаптардың бұл бір ғана бөлшегі. Ең таңдап алып келгені. Ал енді бұдан да басқа кітаптар көп шығып жатыр. Кітаптар арқылы біз кітапхана деген өзі киелі орын. Қазір кейде мынау үлкен ағаларымыз айтады, жастар кітап оқымайды деп. Ол әрине көпшілігі оқымайды, бірақ мен сіздерге айтайын, әлемнің өркениетті дамыған елдердің бәрінде кітап оқиды. Кітап ешқашан қалмайды. Кітап деген киелі нәрсе. Мынау біз ақын жазушыларды, енді әке шешеміз алдымен ұстаз дейді, әке шеше, сосын барып ұстазды сыйла дейді ғой. Одан кейін ұстаздарымыз осы ақын жазушылар. Бір әріп үйреткен кісіге 40 жыл сәлем бер деген сөз бар. Сондықтан да біз осы ақын жазушыларды егер біз жақсы қолдайтын болсақ, шығармаларына мүмкіндігінше қолдау жасайтын болсақ, алдағы уақытта біздің достығымыз да, туғандығымыз да барлығы іс жүзіне асады. Бұл жай сөз болып қалмайды. Сондықтан да мен бүгін осында келіп отырған мынау жастарға да, осы кітапхана қызметкерлеріне рахмет айтқым келеді. Өйткені сіздер өте үлкен жұмыс жасап жатырсыздар. Айлық аз, оның бәрі уақытша. Болашақта оның бәрі көтеріледі. Барлығы дұрыс болады. Сіздердің еңбектеріңіз бағалайтын мемлекет болады. Бізде де солай. Барлық жақта, өйткені сіздер шырақшы деп айтады бізде. Жақсы киелі дүниенің шырақшысы, соның сақтаушысы болып отырсыздар. Соны ары қарай сақтап жеткізіп отырсыздар. Бұл кітаптың әлемдегі орны. Енді мен айтпай, жаңағы қырғыз бен қазақтың байланысын айтуға мен 3 сағат